Саламатсыз құрметті көрермендер, бүгін бізде сазанның етінен котлет жасау. Ол үшін керекті нәрселер: сазанның еті, морковь, чеснок, жуа, жұмыртқа, нан, бұрыш, тұз. Естеріңізде болса, осыдан бір жеті бұрын каналыма сазанның кескен салған болатынмын. Соның бір жағын қуыруға сол видеода салдым, ал бір жағын котлетті алып қалдым. Сол бүгінгі көрсетемін осы видеода котлетті. Тамашалаңыздар.